Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін біз осындай логотип жасаймыз. Бұл логотипті Pinterest'тен көрдім, осы логотипті жасап үйренеміз. Квадрат қойып аламыз. Осылай шетінен алып тартамыз. Тағы бір квадрат қоямыз. Шемізді шетінен алып тартамыз. Окей. Осы жерден размерін алып аламыз. Осы жерде осы инструмент таңдап, осылай белгілеп аламыз. Осыны трансформировать, зеркальное отражение, горизонтально дейміз. Окей деп басамыз. Қайтадан трансформировать, зеркальное отражение, копировать дейміз. Окей. Слишком биік сияқты. Трансформировать, зеркальное отражение, копировать дейміз. Осылай болып қоямыз. Мына жерден круг создать етіп аламыз. Осылай жасаймыз. Все. Центрге алып қоямыз. Пипеткені таңдаймыз, артық фонға жібереміз. Мінекей достар, осымен логотип дайын болды. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де логотип керек болса, маған жазыңыздар. Ақылы түрде жасап береміз, Құдай қаласа.